Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздегі манипуляцияның тақырыбы сұйықтықты көк тамырға тамшылатып енгізу. Оның мақсаты көк тамырға сұйықтықты құю. Қолдану көрсетілімдері: дәрігердің тағайындауы, карантинді тамақтандыру және уланудан кейінгі кезеңдер. Қарсы көрсетілімдер: абсцесс, гематома немесе инфильтрат. Ең алдымен өзімізге керекті құрал жабдықтарды дайындап аламыз. Бізге стерилді қолғап, дәрігердің тағайындауы бойынша арналған парақ және оған сәйкес келетін ерітіндіміз, стерилді лотогымыз, стерилді салфеткамыз, жабыстырғышымыз, жүйеміз, мақтавата шариктері, анатомиялық пинцет, 70% этил спирті және жуытуымыз, сонымен қатар штатеміз, А және Б класының жұмсақ қатты қалдықтарды салуға арналған контейнер қажет болады. Алдымызға келген пациентке процедура барысымен мақсатын түсіндіреміз және ол кісіден келісімін сұраймыз. Сәлеметсіз бе? Мен Байғабыл Ахмери, сіздің мергеріңіз боламын. Сіз арын перизатсыз ғой, иә? Сізге қазір көк тамырыңызға дәрігердің тағайындауы бойынша инъекция жасаймыз. Осы дәрілерге аллергиялық реакцияңыз бар ма? Жоқ. Онда инъекция жасауға келісіміңізді бересіз бе? Иә, беремін. Пациент келісімін берді, инъекция жасауға көшеміз. Қолымызды 151 бұйрыққа сай гигиеналық түрде өңдеп, бір ретті қолданылатын стерилді қолғапты киеміз. Өңделген қолымызға стерилді қолғапты киеміз. Дәрігер тағайындау парағымен ерітіндімізді дайындап аламыз. Ең алдымен анатомиялық пинцетімізбен ерітіндімізді алып, оның басын ашамыз. Б класының қатты қалдығына тастаймыз. Ерітіндіміздің резинке ұшын арнайы дайындап алған стерилді мақтаватамен 2 рет сүртіп өңдеп шығамыз. Б класының жұмсақ қалдығына тастайтын боламыз. Келесі жүйемізді ашамыз. Жүйемізді ашпай тұрып, оның орауының ішінде құрастырылмаған болса, құрастырып дайындап аламыз. Дайындап болғаннан кейін жүйемізді ашамыз. Қабығын А класына тастаймыз. Жүйемізді бір рет ашып, созып аламыз. Қышты ыңғайлы етіріп, түсіріп, бекітіп аламыз. Жүйеміздің басын Б класының қатты қалдығына тастап, дереу ерітіндімізге енгіземіз. Ерітіндімізді енгізгеннен кейін ауа өткізгіштігімізді ашамыз. Цилиндрді 2 рет қысу арқылы сұйықтыққа толтырамыз. Штативке бекітеміз.
және қолмен жүйені бір рет қайтадан тексеріп шығамыз, ішінде ауалар қалып кетпес үшін. Стерильді лотогымызға стерильді салфетканы, мақтаватта шариккен және жабыстырғышты дайындап аламыз. Науқасқа қолын түрін өтінеміз. Қолын түрген соң шынтақ астына валикті орнатамыз. Науқастың іш киімінің сыртынан, егер болмаған жағдайда, оған стерильді салфетканы орау арқылы сыртынан жгутты байлайтын боламыз. Жгуттың саңылауын жоғары қаратып байлаймыз. Науқасқа қолын ашып жұмуын өтінеміз. Сол қолдың екінші және үшінші саусағымен пальпациялау арқылы инъекциялайтын орынды анықтап аламыз. Қолымызды спиртпен өңдейміз. Өңделген қолымызбен бірінші науқастың шынтақ аймағын өңдеп аламыз, жоғарыдан төменге қарай. Екінші, дәл инъекциялайтын орынды өңдейміз. Үшінші мақтаватта шаригін оң қолдың 4-ші және 5-ші саусақ аралығына қыстырамыз. Жүйемізді алып, ине қиығын жоғары қарай орналастырамыз. Сол қолымызбен тамыр жылжымас үшін науқасқа фиксациялаймыз. Жүйемізді енгіземіз. 15-30 градуста. Жүйенің сары резеңке бөлігін қысамыз. Канилаға қан келу керек. Егер қан келсе, дұрыс түскендігіміздің белгісі. Жгутымызды шешеміз. Шешіп болғаннан кейін де сары резеңке бөлігін бір рет басып көреміз. Себебі жгутты шешу барысында қан тамырдан шығып кетуі мүмкін. 4-ші және 5-ші саусағымыздағы матаватта шаригін орналастырамыз және жабыстырғышымыз арқылы жүйені қолға бекітеміз. Қысқышты ашып, дәрігердің тағайындауы бойынша ерітіндімізді минутына 50-60 рет тамшылату арқылы құямыз. Ерітіндімізді енгізгеннен кейін науқасты 3-5 минуттай қадағалаймыз. Себебі науқасқа аллергиялық реакция тудыруы мүмкін. Егер науқаста ешқандай белгі жоқ болса, онда ерітінді аяқтағанға дейін науқасты қадағалап тұрамыз. Дәрілік зат аяқталды, енді науқастан жүйемізді аламыз. Науқастан жабыстырғышты босатып, жаңа мақтаватта шаригін қойып, үстінен жабыстырғышпен бекітеміз. Және тез қимылмен науқастан жүйемізді босатамыз. Науқасқа 3-5 минуттай қолын бүгіп отыруын сұранамыз. Процедурамыз аяқталды. Енді А класы, Б класының қалдықтарына бөліп саламыз. Қолданылған дәрілік затты Б класының қатты контейнеріне тастаймыз. Пациенттің жағдайының дұрыс екендігіне көз жеткіземіз.